9 қазан дүние жүзіндегі пошта бөлімшелері үшін ерекше күн. Бұл күні әлемдегі ең ірі желінің өкілдері кәсіби мерекелерін атап өтеді. Биылғы салтанат жаңашыл әлем үшін жаңа стратегия деген тақырыпқа ие. Аталмыш ұстаным Самұрық Қазына қорының еншілес кәсіпорны Қазпошта акционерлік қоғамында үлкен мәнге ие. Почта заманауи өзгерістермен бірге өмірде де қоғамда да өз орнын тауып отыр. Жаңа ақпараттық, банктік технологиялардың электрондық қарым-қатынастар, оның ішіндегі сәлемдемелерді электронды түрде рәсімдеу, жеткізу, халыққа сапалы қызмет көрсету және осы замандағы талаптарға сәйкес инновациялық дамуға үлкен көңіл бөлінуде. Қазпошта жыл сайын 15% өсімді жоспарлап отыр. Қызмет көрсетудің сапасын арттыру, тың технологияларды дамыту, шығындарды азайту көзделуде. Бүгінде мекеменің 3,5 мыңға жуық бөлімшесі бар. Тарихы 19 ғасырдың ортасынан бастау алатын байланыс желісі кезінде тек ақсүйектерге арналған екен. Енді Қазпошта еліміздің әр азаматына қолжетімді. Оның табыстарына ардагерлер де куә. Мынау нарықты экономика байланысты, мынау шағын бизнесті дамытуда көптеген нәрсе товарлар, көптеген бағанағы материалдар пошта арқылы өтеді. Сондықтан оның көптеген өйткені ол жай көлікпен тасығанда қымбат, ал пошта арқылы жіберсе арзан. Сондықтан басқа да жетістіктер бар. Демек, әр алуан технологиялық жаңалықтарға қарамастан, пошта қызметі әлі күнге дейін өз мәнін жоғалтқан емес. Жастардың барлығы болмаса да, бір қатары қысқаша жансыз SMS-тен гөрі сезімге толы қолмен жазылған хатты жүрекпен қалайды. Поштальондарды өткен шақтың, өткен кезеңнің, өткен кеңес одағының қызметкері деп көп азаматтар айтып жатыр. Бірақ мен оған келіспеймін. Мәселе кәсіби мамандық емес, мәселе атқарып жатқан жұмысында. Мысалы, өз басыма менен жақындардан, алыстағылардан, туыс жақын бауырлардан хат алған өте ыстық. Өйткені хатқа SMS-ке, не болмаса басқа телефон арқылы айтатын сөздер жазасың. Қазпошта осындай адал тұтынушыларын қашанда құрметпен қарсы алуға даяр. Мерекеге орай сыйлықтар таратылды, концерт ұйымдастырылды. Салтанатты шаралар легі республика бойынша қазанның 15-не дейін жалғаспақ. Оның ішінде халықаралық хат аптасы, ашық есік күндері, көрмелер мен шығармашылық байқаулар өткізіледі. Ал келесі жылы Қазпошта 20 жылдық мерейтойын абыроймен атап өтпек.